Бәріне сәлем достар, сендермен қазақша шахмат каналы. Және бүгін мен сендерге Гарри Каспаров туралы қызықты және қазақша мәліметтер айтатын боламын. Гарри Каспаров 1963 жылы 13 сәуірде Бакуда туылған. Ол орыс тумасы. Туылған кездегі тегі Вайнштейн болған. Ол 1985, 1982, 1986 және де 1987, 1988 және 1989, 1990, 1991 жылдардың шахмат Оскары жүлдесін иегерген. Ол гроссмейстерлер қауымының президенті болып келеді. Ол түрлі шахмат жарыстарында ұтқан. Қазіргі номер 1 шахматшы ол дайындаған. Ол Магнус Карлсен. Магнус Карлсен норвегтік. Және Гарри Каспаров дайындаған. Магнус Карлсен туралы толықтай білгіміз келсе, онда бізге комментарийға күтемін деп лайк басып кетіңіз. Және де маған бұл видео ұнады десеңіздер де мен сіздерге Магнус Карлсен туралы айтамын. Ау, комментарийді күтемін, егер де сол мен күтемін деген комментарийді немесе маған бұл видео ұнады деген немесе біраз лайк жинаған көрсем, мен Магнус Карлсен туралы да түсірем. Бәріңізге көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Видеоны лайк басып, комментарий қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді сіздер білесіздер Гарри Каспаров туралы. Сау болыңыздар.